баршаңызға. Менің есімім Құлахметова Жания. Мен өзім кішкентай кезімнен бастап ерекше әлемде жүретінмін, көп қиялданатынмын. Сол әлемде мүмкін сол әлемде жүрген кезінде көп армандап, өзімді сол сәттерде өзімді қуанышты сезінетінмін. Содан рахат алатынмын. Бір күні сол тағы да өзімді сол әлемге кіріп кетіп, өзімді армандап жүрген кезімде қазақ тілі мұғалімі және қайттан қиялданып кетті деп өзімді айтқан болатын. Сол кезден бастап балдар мені мазақтап қияли Жания деп атап кеткен болатын. Мүмкін сол қиялдану, армандау кезінде мен өзімді сыныпта өте жақсы балл жинадым. Сол кезде бәрі маған таңғалды. Себебі мен өзім өте андай қыз болдым. Тыныш қыз болатынмын. Сабақты енді қатты жақсы оқымадым, средний, орташа оқыдым сабақты. Содан сол қиялдану арқасында мүмкін жақсы балл жинаған шығармын деп ойладым. Бәрі сол кезде маған өте қатты таңғалды. Өткен ең жоғарғы балл Жания жинады ма деп қатты таңғалыста болды. Содан сол грантқа түсіп кеттім. Оқуда жақсы оқыдым өзімді. Сол көп әрине қиялдана беруге болмайды, әрине әрекет жасау керек. Себебі әрекет жасау керек. Содан тек қана қиялданып, армандап жүре беруге болмайды. Қиялдану керек, армандау керек, және де әрекет жасау керек деп ойлаймын.